Мәскеуде шілденің ортасы, яғни EMA 2016 марапаттау салтанатына небәрі 2 ай ғана уақыт қалды. Халық дауыс беріп әділқазылар таңдау жасайтын музыкалық марапат өзін қазақстандық шоу-бизнестегі айтулы шара ретінде қалыптастырды. Сіздермен бірге EMA күнделіктері. Бүгін біз үздік орындаушы номинациясына үміткер Кәмшат Жолдыбаева жайлы әңгімелейтін боламыз. Кәмшат биыл алғаш рет EMA марапатының үздік орындаушысы атағы үшін сайысқа түспек. Өткен жылғы марапаттау салтанатында әнші өзінің сүйіктім атты бейнебаянымен үздік видео номинациясында бақ сынаған еді. Бірақ жеңіске қол жеткізе алған жоқ. Ол кезде Кәмшат кеш ютубынан кетіп жеке әнші ретінде жаңадан өнер көрсетіп жүрген болатын. Бүгінде табысты әнші саналатын Кәмшат EMA 2016-да бағы жанса, жеңісін ұстаздарына арнамақ. Біріншіден, жаратқанға екінші ата-анама алғыс айтқым келеді. Үлкен шоу-бизнес әлеміне аяқ басқанымда Баян Есентаева мен Бағым Мақсатқызының рөлі зор болды. Өз жеңісімді толығымен соларға арнаймын. Бүгінде орындаушы марапаттау салтанатына барынша дайындалуда. Әншіні аталмыш шараға көйлек іздеп жүрген жерінен кездестірдік. Өз образының қандай болатынын Кәмшат ашып айтпады. Қазір құпияны ашып қойсам қызық болмай қалады, бірақ көріп тұрғандарыңызда іздену үстіндемін. Елімізде фэшн индустрия дамып келеді. Мүмкін осы жерден дайын бірдеңе таңдармын. Болмаса марапатқа арнайы көйлек тіктірермін. 2016 жылы әнші бірге атты клип түсіріп, кеш үйден бөлініп шыққан табысты әртіске айналды. Топ құрамында жүргенде Кәмшат көптеген жанкүйер таба біліп, сол фанаттары кейін жеке әнші атанғанда да қолдау білдіріп отырды. Алайда бикеш ұжымда өнер көрсетудің қызықты екенін, топты сағынатынын айтты. Жоқ, кешеуға қайтып барғым келмейді, бірақ олардың сахнаға шыққандарын көргенде топта өнер көрсеткім келіп кетеді. Білесіздер ме, маған қазірде жаман емес. Бірақ топтың аты топ емес пе, ол жерде де жақсы болдым. Шынымды айтсам, топтағы кезді қатты сағынамын. Тіпті кейде қазіргі ұжым ескі құрамның әндерін айтып тұрғанда микрофонды ала сала сахнаға жүгіріп шыққым келіп кетеді. Кәмшаттан сәл ертерек топ құрамынан Айдана Меденова мен Жанар Дұғаловалар кеткен болатын. Олардың да шығармашылығы өрлей түсті. Енді екеуі де үздік орындаушы номинациясында Кәмшатқа қарсылас болмақ. Айдана 2 хит шығарса, Жанар айта берсін әнімен хит шерулерді жаулап, Қазақстанды халықаралық Turkvision байқауында танытып қайтты. Қайрат Нұртаспен бірге дуэтте жазды. Уақытының тығыздығына байланысты қыздардың бір-бірімен кездесуге де мұршалар жоқ. Алайда олардың бірімен Кәмшат жиі жолығып тұрады екен. Мен Айдана Меденовамен жақсы араласып тұрамын. Ол да жақында жеке клип шығарған болатын. Концерттерде жиі кездесеміз, бірге қыдырамыз. Ал Жанар Дұғалованы шынымды айтсам сирек көремін. Сахнада да, былай өмірде де кездеспейміз. Бұл күнде жеке әнші ретінде өнер көрсетіп жүрсе де, Кәмшаттың Аюми, Асыл, Лашын сияқты бәсекелестері бар кеш тобына бүйрегі бұрып тұрады екен. Ерлер арасынан кешуге тек 91 тобы ғана қарсылас бола алатындай. 5 жігіттен тұратын жаңа топ қазақстандық шоу-бизнесті дүр сілкіндіріп, бір уақытта сүйіспеншілік пен сынның астында қалды. Олардың образдары мен өзіндік стилі Кәмшатты да бейжай қалдырмаған. Жігіттердің ерекшелігі бар. Шығармашылық көзқараспен қарасам, онда тұрған не бар екен дер едім. Әртүрлі топ болған жақсы емес пе? Әр топтың өз тыңдарманы болады дегендей. Сондықтан да 91 ұтады. Өз басым Алау тобына дауыс берер едім. Өйткені олар да өте талантты жігіттер. Баян Есентаеваның шәкірттері Алау тобына жақтасқан әнші EMA 2016 марапатында 91 тобы жеңіске жете ме деген сұраққа нақты жауап берді. Однозначно. Әрине, оған сенімдімін. 91-ның жанкүйерлері мықты. Сүйікті топтар жеңіске жету үшін олар аянып қалмайды. Жігіттердің өте талантты екендерін мойындау керек. Олар сахнаға шықпас бұрын ұзақ дайындалды. Кәмшат өз номинациясы жайлы да ұмытпады. Үздіктердің үздігі атану үшін Кәмшатпен бірге Мақпал Исабекова, Дильназ Ахмадиева, Жанар Дұғалова, Айдана Меденова және Индира Елемес сайысқа түспек. Әншінің өзі болса, даусы мықты әншіге беретінін жеткізді. Это Жанар Дұғалова? Ол әрине Жанар Дұғалова. Жанар Дұғаловаға қарап шабыт аламын. Тәжірибесі, өз-өзіне деген сенімділігі мол, деңгейі жоғары әнші. Өз даусымды сол әншіге берсем әділетті болар деп ойлаймын. Кәмшат барлық номинанттарға сәттілік тілеп, EMA марапатына қатысудың өзі үлкен мереке екенін айтты. Ал марапаттау салтанатынан ол үлкен деңгейдегі шоу күтетінін айтты.
Во-первых, жду... Жалпы EMI еліміздің басты марапаттарының бірі. Кешке құрамда болғанымда біз жыл сайын үздік топ марапатын алатынбыз. Сондықтан аталмыш шара жүрегіме жақын. Біріншіден үлкен шоу күтем. Жарық, дыбыс, қойылымның өзі үлкен мереке. Әртістерге шабыт береді. Сондықтан бұйырып сахнада өнер көрсетіп жатсақ, әрине жеңіске жетсек екен дейміз. Камшат Жолдыбаеваға тек сіздер ғана жеңіс сыйлай аласыздар. 09 санын 5708 нөміріне жіберіп әншінің финалға шығуына көмектесіңіздер. Дорогие телезрители... Қымбатты Музон телеарнасының көрермендері, бәріңізден өздеріңіздің сүйікті әншілеріңіз үшін дауыс берулеріңізді сұраймын. Биыл марапатқа үздік әнші ретінде ұсынылып отырмын. Сол себепті сіздердің қолдауларыңызды күтемін.